Сәлем, құрметті оқырман. Бүгін сіздермен бірге егофтан ИП-ның акт сверкейін алып үйренетін боламыз. Ол үшін алдымен менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Дәл осындай пайдалы видеоларды жүктеп отыратын боламын. Алдымен егофқа өзіміздің ЭЦП кілтімізбен тіркеліп кіріп аламыз. Кіргеннен кейін таможня и налоги деген бөлімді басамыз. Одан кейін налогообложение деген бар, соны басамыз астындағы. Одан соң показать все деген кнопканы басамыз. Сол кезде мына жақта выдача вывесок из лицевого счета о соответствии расчетов деп басталып тұр. Соны басып таңдаймыз. Заказать услугу онлайн дегенді басамыз. Одан кейін мына жерде сіздің иініңіз шығады, одан кейін период таңдауымыз керек болады. Біздер соңғы бір жылды таңдауымыз керек. Соңғы бір жылды таңдағаннан кейін мына жерде выберете дейді, яғни өзіміздің Қазақстанның финансын таңдаймыз, одан кейін область таңдаймыз, одан кейін по городу. Например, по городу Ақтөбе болса, Ақтөбені таңдайсыз, а если ауылдық жер болса, ауылдық жер таңдайсыз деген сияқты өзіңіздің ИП-ның орналасқан жерін көрсетесіз. Соңғы бір жылды белгілеп көрсетеміз дедік, міндетті түрде, себебі декретке құжат тапсырып жатқанда сол соңғы бір жылды сұратады сізден. Сол үшін қайтып барып жүрмес үшін соңғы бір жылға шығарып аласыз. Далее деген кнопканы басамыз. Мен қайтадан тексеріп барлығын осылай қарап шығамын. Кейде басқа кнопка басылып кетуі мүмкін, сондықтан таңдағаннан кейін бір қарап өту керек. Далее деп кнопканы басамыз. Келесі бөлімде уже бізде ЭЦП-мен қол қоюымыз керек. Өзіміздің кілтіміздің РСА деген бөлімін таңдап қол қоямыз. Немесе қазір жаңадан шығып жатырған кілттер, ол ГОС деген бір ғана кілт шығып жатыр. Сол кілтпен егофқа кіресіз, сол кілтпен осылай подписті де қоясыз. Мінекей біздің акт сверкейіміз дайын болуға запрос кеттік. Шамалдан кейін дайын болады, уже көп уақытта алмайды. Осыны алып, декретке документ тапсыратын кезде соңғы алып барып тапсырасыздар. Пайдалы болса видео лайк басып, каналға тіркеліп